2023 жылдың хедлайнері болдыңыз десем де артық айтпаймын. Қалай таныстыңыз? Біз әлеуметтік желі арқылы таныстық. Не себепті осылай жауап беруге тура келді? Өзінің күйеуі бар бола тұра, біреудің күйеуін алып кеткен әйелдер бар да. Болады. Ол тек қана ажырасқан әйелдер емес. Айнұр Тұрсынбаева немесе Балғынбек Имашев. Арманыңыз? Қыз туғым келеді. Жақсы, арманыңызға жетіңіз. Бақытқа уақыт табыңыздар. Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін бізде студияда композитор, филолог, ақпарат саласының үздігі, әдеби аудармашы, блогер, бизнес-вумен, мотиватор, айтыскер, сөзідері, ісі де кесек Ғалия Өзбекбай қызы. Хош келдіңіз, Ғалия Өзбекбай қызы. Рахмет, Назгүл. Осы енді сізді атап өттім, қайсы сізге жақын? Маған барлығы жақын. Енді жан-жақты екеніңізді көп білем. Әлде Қалия ма? Есіміңіз бірде Бақытгүл, Мәншік бола жаздаған екен, бірақ Қалия болыпсыз, кейін Ғалия қалай болып кеттіңіз? Мен әкемнің ғаға тілі келмеген ғой. Сол себепті ауылдық советке барған кезде Қалия деп айтқан, сол Қалия деп жазып жіберген. Құжат бойынша 18 жасымда қатты ұялдым да, содан 18-ге толған бойда атымды өзгертіп алдым. Сол кезде ойымда болмапты. Фамилиямды да қазақшалап алуым керек еді. Ғалия ханым, негізі 2023 жылдың хедлайнері болдыңыз десем де артық айтпаймын. Шын мәнінде кім не десе, о десін, мен бақыттымын деген екенсіз бір сұхбатта. Не себепті осылай жауап беруге тура келді? Себебі мен оқырмандарым өте жақсы біледі. Мен екінші рет тұрмыс құрып отырмын. Сол себепті кейде бізде ажырасқан әйелдер алағарға сияқты көрінеді қоғамда. Той-томалаққа барған кезде қызғанышпен қарайды. Күйеуіне кетіп қалады деген. Өйткені ондай болып жатады қоғамда. Тіпті мынандай жағдай, Назгүл ханым, кездестірдіңіз ба, кездестірмедіңіз ба? Өзінің күйеуі бар бола тұра, біреудің күйеуін алып кеткен әйелдер бар да. Ол тек қана ажырасқан әйелдер емес. Қоғамда әртүрлі жағдайлар болады. Ал сол себепті ажырасқан әйелдерді көбінесе жақтырмайтын адамдар өте көп. Семьямның шырқын бұзады деп ойлайды. Солай. Ал мен өзіме серт қойғам. Мен ешқашан ешкімнің отбасын бұзбаймын, шаңырағын ортаға түсірмеймін деп. Солай өзіме серт қойғам. Шын мәнінде де солай болды. Жолдасым ол да ажырасқан, 5 жыл шаңырақ көтермеген, одан кейін. Сол екеуміз екі жақты бір бүтін болдық. Осы орайда мен ойлаймын, барлықтарыңызға қызық болады. Қалай таныстыңыз? Біз әлеуметтік желі арқылы таныстық. Өзіммен қатар екен. Және бір қызығы, суретті көрген бойда өзіме ұқсаттым да. Тура өзімнен аумайтын сияқты. Сосын айтам, мә, саған мен күйеуім болатын жігіт қой дедім да. Сөйтіп өзім бірінші жаздым. Бірден жауап берді ол. Бірден жауап берді, иә. Мен сәлем сөйлесіп отырдық та, сосын телефон номерімді сұрады. Телефон номерімді алмасып, сөйлескен кезде де дауысының өзі маған тіпті жақын сезілді. Хабарласып тұрайық, араласайық деп сөйтті. Сосын мен алдымда ештеңе десін демесін, менің күйеуім деп сақтап қойдым. Телефоныңызға жазып. Телефон әлі күнге дейін сол өзгертілген жоқ. Содан менің күйеуім деген сақтаулы күйі, сол екеуміз бір ай кездесіп жүрдік. Кездескенде біз тек тарауыққа барамыз. Сәресін бірге ішіп, сонымен мен үйіме қайтам, ол үйіне қайтады. Кейде қыздар, ой, маған гүл берген жоқ, ой, маған сыйлық жасаған жоқ, машина әперген жоқ, анау-мынау деп. Тіпті қазір некелерін қиған кезде де махырға үлкен көлемді заттар сұрап жатады ғой. Ол енді қалай десем екен, жігіттің қалтасына да қарамайтын кездер болады, е? Жағдайына қарай қарау. Біз некеге кетіп бара жатқан кезде мен күйеуіме күлем, мә, саған мен бір вальс билемей, бір гүл алмай күйеуге шығып бара жатырмын. Сол күні гүл алып берді. Танысқаннан кейін, сосын қанша уақыттан кейін сізге ұсыныс жасады? Тура бір айдан кейін. Құдайдан күнде тілен, Алла тағала, егер қайырлы болса осы жігіт, онда маған некеге тұрайық, заңды некеге тұрайық деп, неке қияйық деп айтсеген деп тіледім. Тура солай болды, содан кейін бірден келістім. Сосын тағы бір ұнаған қасиеті, ата-анасымен таныстырған кезде әкесі енді маған сұрақтар қойды, қайнатам. Енді ол кісілер де білгісі келеді, ол баласы қандай адам алып жатыр деп.
сол кезде айтты: әке, мен Ғалияның болашағын ғана қараймын. Маған бүгінгі өмірі қызық, мен өткенін мүлде қазбаламайын деді. Маған соны ұнады. Сосын ойладым, мен адаспаған екем, нақты шешім қабылдаған екенмін деп, өз-өзімнің таңдауыма, өзімнің сондай батылдығыма алғаш рет риза болғаным сол кез. Сосын Ғалия маған тұрмысқа шығасың ба деп тура айтты ма, айтқан жоқ па? Жоқ, енді ол қазір жастар жақсы көреді ғой, әлгі гүл қойып, шырақ жағып, тізерлеп отырғызып. Ол тізерлеп отырған жоқ, кәдімгі нағыз азамат ретінде. Сіз бірден солай жасасақ деді. Сосын мен шын ба деппін ғой. Шын деді. Ана өткен өмірімнің барлығы көз алдымнан кино лентасындай өтті ғой. Шын. Анамның айтқан сөзі есіме түсті. және күйеуге шық деп едім, шықпадың ғой, тым болмаса қыз туып алшы балам деп. Тура қайтыс боларынан бір күн бұрын айтып кеткен еді маған, 2013 жылы. Содан кейін тура сол арманыма жетейін деп тұрмын ғой мен деп қуандым, қатты қуандым. Сендіңіз бе? Сендім. Кейін тойға дайындық басталды. Осы жерден әлеуметтік желінің хиті болып кеттіңіз екеуіңіз. Иә, тойға дайындалғанда мен ойладым, жолдасым екеуміз шағын той жасайық, бір 60-70 адам болатын шығар деп. Біз мейрамхананың да шағын жағын алып алғанбыз. Сөйтіп қарасам, мен көп дос жинаппын. 150 адамға бірақ барды ғой, екі жақтан. Бүкіл енді жазбаған сайт қалмаған шығар. Маған ұнағаны жақсы жағынан көбірек жазыпты. Осы жасқа да келіп бақытты табуға болады деген сыңайлы осы мағынада. Ағамызбен танысқаннан кейін бір шығарған өлеңдеріңіз болды ма? Иә, сол әнімнің сөзінде өзім шығардым ғой. Осы орайда соны бір орындап берсеңіз. Көп қоямыз сұрақты, жауабы жоқ тұрақты, жаны нәзік болса да, әйел қырық шырақты. Мен еділмін, жайықпын, тағалады айып кім? Кім не десе о десін, мен бақытқа лайықпын. Сіздер бақытқа лайықтысыздар. Рахмет үлкен. Қыз келіншектер. Енді Ғалия ханым, бір рубриканы көрсеткім келіп отыр сізге. Суреттер сөйлесін деген. Суретке қатысты айтсаңыз. Мына суретте мен 13 жастамын. 13 жаста? 25 жастағы әпкемнің көйлегін киіп алғам. Мойнымда 3 сомдық моншақ, пластмас гүл қолымда, аяғымдағы танкетканы негізі дұрыс көрінбей қапты, бірақ табаны ашылып кеткен бұлай. Көрінбейді екен енді ол. Асаға арнайы барып түскен суретім. Ғалия ханым, қазір 46 жастамын дедіңіз. Осы 13 жастар Ғалияға не айтар едіңіз? Сен мықтысың, сен батылсың. Себебі ешқандай қыз 25 жастағы әпкесінің көйлегін киіп осылай суретке түсуге бармайды. Өмірдегі алға қойған мақсаттарыңыз ол кезде айқын ғой? Айқын. Сол мақсатқа жеттім деп ойлайсыз ба қазір? Тура осы кезде мен Казгуға түсем деп армандайтым. Түстім, Құдайға шүкір, соның нанын жеп жүрмін. Шүкір. Шүкір. Келесі сурет. Мына суреттің тарихы енді өте қызық екен. Тегін алған суретін депсіз. Бұл жерде 4-ші сынып оқимыз. Мынау Тоғжан деген сыныптасым. Алайық десек, мына суретте тиынымыз жоқ, 60 тиын тұрады. Содан айла ойлап таптық. Фотограф жап-жас 18-дегі жігіт, соның артынан жүгіріп, тура ол еще 11-ші класстың қыздарының қасына барған кезде 10-ші класстың қыздарының қасына тұрады. Сол кезде Саттар ағай, бізге суретті тегін беріңізші деп, екеуміз сондай айла қулық тауып, ағай ұялғандан бізге тегін берді осы суретті. Тағы да бірдеңе айтыпсыз ол кісіге. Сіз сұлусыз, сіз сұлусыз, сымбаттысыз. Ұялды ағай, қызарып, ағай, сіз сондай сұлусыз ғой, бізге тегін беріңізші. Жалындық. Негіз осы Тоғжан екеуміз ойлап таппайтынымыз жоқ еді. Осы орайда Ғалия ханым, интернатқа неге бардыңыз? Ауылда мектеп болмады ма? Қойшының қызымын ғой мен. Мен жалпы Елғаттаған деген қыстауда туғам. Менің шешем 11 құрсақ көтерген,
соның 10-ы өмірге келді. Тұңғышы Түркменстанда қайтыс болып кеткен, туған бойда шетінеп. Одан кейін біздің 9-ымызды үйде туған. 76-шы жылы мені үйде туған десем сенесіз ба? Дәрігерсіз, кіндік шешем, бүгінде 90-нан асқан, Тәжен деген әжем бар, сол кісі кіндігімді кескен, дәрігерсіз қаптың үстіне, күлдің үстіне қапты төсеп жіберіп туған. Сіз кенжесіз ойды? Мен кенжесім. Енді осы орайда анаңыз, әкеңіз туралы сәл айтып өтсеңіз. 80 түйені жалғыз суаратын қыз. Сондай қара күштің иесі болған шешем, ұзын бойлы, сондай. Шешемнің көтерген отынын ағаларым көтер алмайтын, орнынан жылжыта алмайтын. Сондай қара күштің иесі болды шешем. Ал әкем тұмақ, бөрік тіге беретін. Өте ісмер адам еді. Етіктің табанын да жасай беретін. Барлығын біз көп жағдайда тігінді мен әкемнен үйренгем. Инені қыздар былай ұстайды ғой, мен бүйтіп еркек қысап ұстаймын. Әлі күнге дейін әкемнен үйренгем себебі. Домбыра шертуді де әкемізден үйрендік. Білімді бізге интернат берді. Бірақ шешемнің айтқан 3 ертегісі менің көркем сөйлеуіме жол ашты. Әкемнің домбыра тартқаны мені қазақ руханиятына, қазақ өнеріне жақын қылды. Ықпалы зор дейсіз. Ықпалы өте зор деп білем. Ғалия ханым, мына суретті сіз жиі салады екенсіз. Осы сурет туралы айтып өтсеңіз. Ол өте тағдырлы әпкем, менің туған әпкем. Туған әпкем. Менің шашымды көрдіңіздер ғой, мына жерде мүлде қайырылмайтын. Немецкий каска дейтін балалар. Осы әпкем маған әріп танытқан, қолыма ең алғаш қалам ұстатқан Тазагүл деген әпкем. Қазір қарттар үйінде 61-ге толды күні кеше. Бұл әпкем енді дуалаудың салдарынан осындай ауруға душар болды. Ауырмаса бұдан жақсы адам жоқ еді негізінде. Ғалия ханым, қазір тұрмыстық зорлық зомбылық деп көп жиі айтып кеттік қой. Соған шыдап, шегіне жетіп, өз өмірлеріне өздері қол сұғып, балалармен бірге жоғары этаждан құлап жатқан қаншама келіншектердің саны күннен күнге артып келе жатыр. Осы орайда көбін қазбалап сұрасаң, туыстар айтады. Аналары біз білдік, әке-шешесі біз білдік, бірақ шыда деп қайтарып жіберетін едік дейді. Қаншалықты дұрыс? Осындай қыз келіншектерге не айтар едіңіз? Бір есік жабылса, екінші есік ашылады ғой. Қатты тіпті әке-шешесі тыңдамай, отырыңдар, шыдаңдар деп жатқан жағдайда қазір небір әлеуметтік психологиялық орталықтар бар. Сондай жерлердің көмегіне жүгіну керек. Ұялмау керек, ашып айту керек. Бір жазбаңызды тағы да оқып жіберейін. Басқаға мойын бұрмай жұмысқа соншалық беріліп кетуге бола ма негізі? Бір күні компьютер көз майымды тауысып, күш қайратын сарқылғанда кімге керек боламын деп іштей мүжіліп жыладым депсіз. Балам құрсақта қалғанда ақшадан қысылып, бөтелке жинап өткізген күндерім, одан оқу бітірген соң Ермаханды дүниеге келіп 2 жыл ауылда тұрғаным. Алматыға кеп, жұмысқа орналасып, мектептің ішінде тұрып жұмыс істеген кездерім. Ішінде болғанда подвал сияқты еш жұмыстан қашпадым. Кітапханашы, сынып жетекшісі, хатшы, еңбек пәнінің мұғалімі. Жыл соңында елдер бір кабинет тақтаса, мен 4-5 кабинетті ақтап кететін едім. Соған да мойымадым, шүкір осы күнге де жеттім деп бір жазыпсыз. Осы күндер туралы айтып өтсеңіз. Енді әйелдің басына күн туса, бір қиын жағдайлар туса, көбінесе төзбей жатады. Бір күні баламды дүкенге алып бардым. Сөйтіп мен өзіме керекті нан, сондай заттарды алып тұрем. Балам енді тәттіге қарай жүгіріп алып бермедің деп қатты жылады. Қатты намыстандым да, үйге келіп баламды ұрдым. Сосын ойландым, мен неге ұрып тұрмын бұны? Бір жапырақ бала. Неге ұрып тұрмын деп өзім қатты өкіндім де, содан кейін мен Ермаханға қатты қол жұмсаған емеспін. Ол жоқтықта, тоқтықта бәрі болады адамның жас кезінде. Әлгі этаждан секіріп кетіп жатқан қыз келіншектердің құлағына осы алтын сырға болсын. Ондайдың бәрінен адам өтеді. 20 мен 30-дың арасында адам міндетті түрде ондай қиындықтардан өтеді. Сізге сол қиындықтан өтуге не көмектесті? Меніңше
баламды өсіру деген мақсат менде бірінші орында тұрды. Балама айтам, сен текті жердің баласысың. Кейде бір етсіз тамақ ішетін шығармыз, қантсыз шай ішетін шығармыз. Оның барлығы өткінші балам. Егер біз қазір осыдан былай өтіп кетсек, сатылап, кейін біздің өміріміз керемет болады балам деп үйрете бердім. Өзіңіз сендіңіз бе соған? Сендім. Енді бізді тамашалап отырған қыздарға сөз айта кетейін. Бақытқа уақыт табыңыздар. Мен өзім күйеуге шықпай жүрген сіңілдеріме айтам, кафеге барыңдар да бір стакан су алсаңдар да, соны ішіп, жан-жақтарыңа қарап отырыңдар. Бақыттарың табасыңдар. Енді үйде отырған қыз қайдан? Үйде отырсаң кім көреді сені? Шық, орта көр, адамды өзгертетін орта. Жақсы ортаға түсу керек. Жаман ортадан қашу керек. Подвалда, мектептің ішінде тұрған кездерімде менің дастарханымнан қазақтың мүйізді қарағайдай актерларының әйелдері келіп тамақтанған. Сенің ет қоспаған картошканың өзі тәтті ғой деп дәмауыз тиген. Сонда ол адам ниетіне, әрекетіне байланысты. Сол жаман күнімде де тойға барғам дейді ғой қазақ. Иә. Кейбір адамдар өзінің бір көйлекпен 10 күн жүргеніне ұялады. Иә? Кезінде мен де ұялғам, бір пальтомен 3 жыл жүрдім ғой деп. Адам мына бір қабықпен қалмайды өмірі. Ол өзгереді. Егер де өзінің талабы болса, ынтасы болса, әрекет етсе, шешем айтатын, үйде бір қап ұн тұрып, нан жоқ дегеннен без деп. Иә, бізде бісміллә піскен ас, аузыма келіп түскен ас деп кейде біз үкіметке көп ауыз ашамыз. Үкімет неге бізді бақпайды? Дәмелі де қарамайды. Иә, дәмелі халық. Мен сізге айтайын, кеңес үкіметі кезінде менің әкем 10 баланы қалай асырап өсіруді аңсады. 10 баламыз. Онымызға киім алу керек. Әрине, интернат киім береді бізге. Бірақ бізде ел қатарлы әдемі киінгіміз келеді. Ондай жағдайда әкем не істейді? Ангорка ешкі өсіреді, мал бордақылайды. Сосын бізге еңбектенуді үйретеді. Қой сойған кезде біз қойдың терісін қалай болса солай тастама балам. Ол саған күзде куртка болады дейді. Ойлаңызшы, сосын мен ана қозының терілерін былай қаттап жинаймын ғой. Оны өткізгенде шынымен де бір куртка келетін ақша шығады. Болашағымызды ойлады да, сол кеңес үкіметінің кезінде әкеміз бізге жоқтан бар жасауды үйретті. Шешемнен гөрі. Шешем бізді енді тамағымызбен, біздің тәрбиемізбен айналысты. Ал әкем ақша табуды үйретті. Сол себепті менің өмір баянымда қазір неше түрлі мамандық болып тұру себебі де содан деп ойлаймын. Өйткені әкем қойшы, етікші, тігінші, жаңағыдай мал бордақылап сататын, ол сату да өнер, ангорка бағатын. Әкемде де осындай домбыра тартатын, балуан, өте сонда жан-жақты адам еді әкем. Ғалия ханым, мен телевизия саласында сіз біраз жыл жұмыс істеп келесіз. Ақпарат саласының үздігі деген төсбелгі бар сізде. Осы орайда телевизия сізге не берді? Телевизия маған орта берді. Өте мықты кадр сыртындағы мамандардан мен тәжірибе жинақтадым. Мен қазақтың мықты деген тұлғаларының өмір кестесін жасадым. Мысалы, Қаршыға Ахмедияров ағамыздан бір апта сұхбат алып жүріп, ол кісінің келбет деген бағдарламасын жасадым. Өкінішке қарай, эфирден шығардан бір 6 күн бұрын ол кісі қайтыс болды. 3 маусым күні ағайдың үйінде біз дастархандас болдық. Мен сені қызым деп атайыншы, біздің үйге келіп тұр айналайын. Өзің бір тәп-тәуір бала екенсің, менің қызым деп атай мен сені деген Қаршыға ағамыз 6 күні өмірден өсіп кетті, 3 күннен кейін. Енді ол кісінің аузынан сөз естудің өзі де үлкен бақыт. Үлкен баға деп ойлаймын. Ғалия ханым, мен бала дедік қой жаңа, мына суретке байланысты. О, жаным. Ермаханның әскерге кеткеніне 1 жылдың жуығы болып қалды ғой, иә? Енді мен өмірімдегі ең үлкен жетістігім Ермахан деп өзіңіз жиі айтасыз. Осы орайда Ермаханның осындай азамат болып өскеніне көңіліңіз тола ма? Көңілім толады. Ешқашан сөз тасымайды. Бұл жігітке ең қажет қасиет деп ойлаймын. Бұл мен үшін. Ермаханға қалай айттыңыз бірінші рет? Ермаханға ма? Иә. Мен тұрмыс құрайын деп жатырмын деп.
Ермаханға бірінші барып кеттім, Қызылордаға сөйтіп барып айттым. Ермахан, мен бір жақсы азаматпен таныстым. Аты Сермұхан деп едім. Қойшы деп күлді. Сосын айттым, шын айтам дедім. Сенің тойыңда жалғыз тұрғым келген жоқ дедім. Сөйтіп, мен де соны ойлайтын едім, мама деді. Сөйтіп, екеуін таныстырдым. Күшті сөйлесіп кетті, екеуін видеозвонокпен таныстырып. Сонымен жақсы қабылдады ғой. Өте жақсы қабылдады. Балама шешем күйеуге шығады деп үйретіп қойған. Балам соны біледі, ол іштей дайын болды. Жаңа мен сізді ақпарат саласының үздігі композитор, филолог дедім, бірақ айтыскер екенін айтпаған сияқтымын. Айтыскер болып, ары қарай сіз жалғастырмадыңыз ба? Жалғастырмадым. Не себепті? Өйткені мен айтысқа шыққан сайын ауырып қалатынмын. Содан кейін ойладым, айтысты қоюым керек деп, айтысты қойдым. Сосын ажырасқаннан кейін де өзім комплекс болды менде. Елдің алдына шықпай қалдым. Ғалия ханым, Ерма Фиш десек, қазір бірден Ғалия Шаудырбаева деп әлеуметтік желіде кеңінен танылып жатырсыз. Осы кәсіпке қалай келдіңіз? Инсайт арқылы. Мен бала күнімде сағыз сататынмын сабақта жүріп. Студент кезімде балық сатқам. Әйтеуір сауда бір жағында жүрген, бір қапталында. Одан кейін 40-тан кейін өзіме жұмыс істеуім керек деп шығып кеттім ғой мен телевизиядан. Соң ойладым, бір кәсіп ашуым керек. Ойланып жүргенде бір күні бір достарым балық қуыратты. Ана балықты жеп көрген кезде таңдайымнан кетпейді, айттым. Мәссаған, мен балық кәсібін ашам. Ерма балық десе мен бір қызық қой. Ерма Фиш дедім де ағылшынша қылып жазып, содан брендбук жасатуға бірден тапсырыс бердім. Бір-ақ күнде, бір аптаның ішінде мен орын тауып сол жерден балық қуыратын. Енді балықтың қай түрін қуыру керек, қалай жасау керек екен, оның рецептін қалай тапсыз? Оны ойладық қой, ойластырдық інілеріммен. 7 түрінен бірінші. Әбден қателіктер де болды. Көп қателіктер болды. Банкротқа да кеттім. Сол тәжірибелердің бәрі маған сабақ болып, қазір қателіктерді қайталамауды үйрендік. Қазір Орал мен Таразда бар. Бұйырса Алматыдан ашамыз, Павлодардан ашылайын деп жатыр, аманшылық болса. Мемлекеттің көмегі болды ма бастағанда? Жоқ, мемлекеттің көмегі өз күшіңізбен бастадыңыз? Өз күшіммен бастадым. Жалпы қаражат көп кетті ма? Бастапқыда қаражат мен үкіметтің де көмегі болып есептелетін шығар. Мен бірақ Каспий банктың несие алдым. 1 миллион. Ол енді қайтарымды ғой. Иә, қайтарымды. Сосын өзімнің жиған тергенім бар еді, солармен алып бастап кеттім. Сіз телевизия саласынан кейін осындай кәсіпке кеткенде біреулер Ғалия сенікі дұрыс емес, бұл қайда бара жатсың деген сияқты болды ма? Аяғандар болды. Жұмыс жасап жүрсем, құдай-ай, телевизияда жарқырап бастық болып, зам директор болған кездерім де бар ғой менің. Иә. Нағыз жүгіріп балық қуырып жүр ғой, ыдыс жуып жүр ғой. Қолым сынып қалды, қолым сынса да сонымен бүйтіп тұрып ыдыс жуған кездерім бар. Қалай жауап қайтарар едіңіз сонда? Қалай жауап қайтардыңыз? Өйткені мен Тақтар таласын аударған кезде де бір кісі маған, ой, бұрмай, сіз сетевойда неге қор болып жүрсіз дегенде мен айтқам, зор болып жүрмін деп. Сондай кітап аударған адам мына жерде де қор болып жүр деп ойлады ғой елдер. Иә. Бірақ бәрі өткінші ғой. Кеше сенің ажырасып подвалда мектептің ішінде отырғаныңды, тұрғаныңды, балаңды, баққаныңды кім біледі? Бүгінде жарқырап елдің алдында мына ақсасандай болып шыға келген Ғалияның кешегі өткен жолы анандай деп ешкім білмейді ғой. Оған қалай келдің? Кеше сен ыдыс жуып жүрдің, пол жуып жүрдің. Оның барлығына адам мән бермейді. Сен қазір түзу жүруің керек, елдің алдындасың деп елдер маған ақыл айтып жатады да. Ал шын мәнінде қара жұмыстан қашпағанымның арқасы деп ойлаймын, осы бүгінгі жетістікке жетіп отырсам. Таза еңбектесіз. Таза еңбек, бүгінде 12 адамды жұмыспен қамтып отыруым, соның барлығы таза еңбек деп ойлаймын. Ғалия ханым, қыз келіншектерге берер 3 кеңесіңіз? Бақытқа уақыт табыңыздар, уақытша қиындықтарға шыдаңыздар, күйеуіңіздің алдында ханшайым болыңыз. Бақыт немесе дәулет? Бақыт. Айнұр Тұрсынбаева немесе Балғынбек Имашев? Екеуі де. Жоқ, біреуін таңдау керек. Әйел адам ғой, Айнұр. Айнұр таңдайдыңыз. Балғынбек ренжімейді.
өміріме ризамын немесе қайта өмірді бастағым келеді? Ризамын. Ең үлкен қуанышым? Ерма ханымды бауырыма алған. Жақсы. Арманыңыз? Ендігі арманым осы жұмысымның бәрін жүйелендіріп бір қыз туғым келеді. Егіз қыз депсіз? Егіз қыз туғым келеді. Бұл әлеуметтік өзіміздің отбасылық бір мәселелеріміз ғой, сосын тағы бір арманым бар, үлкен. Ерма спорт деген мен үлкен сауда желісін ашқым келеді. Жақсы. Аманшылық болса, ол болашақтың еншісінде. Жақсы, арманыңызға жетіңіз. Мақсатым? Ерма ханымды үйлендіріп, соның жақсы жұмысқа тұрғанын қадағалап, аналық міндетімді мінсіз атқару. Қателігім? Қателігім сол көп ойланбай шешім қабылдап тастайтыным кейде. Мысалы, бірінші үйленген кезде де мен көп ойланған жоқпын. Бірден шығып кеттім күйеуге. Сол менің қателігім. Бірақ ол қателік маған бақыт сыйлады ғой, Ерма ханымды. Кімнен кешірім сұрар едіңіз? Енді Мылқау әпкем болған. Үйде. Ең үлкен әпкем. Өмірден өтіп кетті. Біз балалықпен кейде оны ренжітіп алатынбыз. Себебі соны көп жұмсайтынбыз. Мен сол әпкемнен кешірім сұрар едім. Ғалия ханым, бір сұхбатыңызда айтыпсыз, Бағланның жүрегімен айтқан әнім, Бағала әні, халықтың жүрегіне де жетті деп. Енді сізге қолға салайын деп отырмын, сол әнді өзіңіздің орындауыңыздан естісек деп. Домбыраны қолға алдық, мінекей. Бұл әнді шығарған себебім бүгінгі әңгімеміздің де әдемі түйіні сияқты. Себебі өзім ажырасқаннан кейін жігіттер қыздарды бағаласыншы, аяласыншы, өйткені олар ана ғой болашақ деп. Көп өзімнің баламның тәтті қылықтарын көрген кезде, соны жалғыз бөлісіп жүргеніме өкінген сәттерде осы ән туды. Аумин. Көктем жан жолдас еткен сұлулық деген тылсымды, жүрегі таза, тілегі таза, қыз жаны нәзік гүл сынды. Жат жерге барып, ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана деп қана, бағала оны бағала. Бағыңа бала, таңыңа бала, еліктей сұлу еркені. Қарлығаш құсың, қыз жанын түсін, күн кешкін келсе ертегі. Жат жерге барып, ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана деп қана, бағала оны бағала. Қылығы балдай, нұр жүзі таңдай, бақытты етер біздәлі. Қарындас саған, бауырлас маған, қазақтың барша қыздары. Жат жерге барып, ақ жаулық тағып, айналар ертең анаға. Қыз деген ана деп қана, бағала оны бағала. Бағала оны бағала. Рахмет үлкен Ғалия ханым. Бүгін өте жақсы сонда сүбелі әңгімеңізге үлкен алғыс білдіріп, мен ойлаймын, бізді көрген әр қыз келіншек, әр көрермен өзіне жақсы ой түйіндеп, жақсы бір сонда әсер алды деп. Бақытыңыз баянды болсын, осы күнге дейін жеткен жетістіктеріңіз мың еселеніп, әлі де Ерма ханның тойында кездесуге жазсын бәрімізге. Айтқаныңыз келсін. Көп рахмет.